söylеп амандасуу әйвел бастан. Адамгасы құрмет қой амандасқан. Алдымен мен өзімді таныстырсам, Сері қызы Сакинас мен болом. Сіз не істеп жатсыз? Ой, айналайын, жібі еріп отырым. Ертең қыста сенің қолыңа, аяғыңа жүннен жылын шұлы қолғап тоқып берейін деп. Бұл қойдың жүні. Бұны біз жазда жуамыз, түтеміз. Сосын қыста осылай жіп қып иіреміз. Бұл не? Құлыным бұны аяқ қап деп атайды. Бұл өзі екі басты болады. Беті құрақтан қалған, кішкентай маталадан құралып жасалынады. Үйдегі өзімнің керек заттарым, қайшым, жібім және осындай ұршығым салып қоюға, бос жатпауға, шашылмауына жақсы. Сен де өз бұйымдарыңды осылап жинап, тиянақты болып жүр құлыным. Жарайды әже. Астық көже ішіп, әңгіме етіп отырайық. Шашыңа жарсыма адам бер. Ұршық еріп отырсыз. Қаншама жұмыс істейсің ма қызыма? Астан ал, тамаш. Астан ал отырайық. Апа, есіңіз деме баяды осы бір өлең бар еді, сол өлеңді айтайшы. Айта ғой балам, айта ғой. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр, сіз бен бізге бөлінбей ау. Менің де өнерім бар, мен де сізге билеп берейінші. Ботам, көрсете ғой өнеріңді.